Бердібек Соқпақбаев 1924-1991 жылдары өмір сүрген. Бердібек Соқпақбаев 1924-1991 жылдары өмір сүрген. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда қазіргі Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Жазушы, қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі. Алғашқы кітабы 1950 жылы жарық көрді. Пионер журналында «Бұлақ» атты өлеңдер жинағы жарияланды. Кейіннен 16 жасар чемпион, Бақыт жолы, Алыстағы ауылда, Балалық шаққа саяхат, Дала жұлдызы, Аяжан, Жолда, Менің атым Қожа, Өлгендер қайтып келмейді, Қайдасың, Гаухар және тағы басқа көптеген шығармаларды дүниеге әкелді. Жазушының көзі тірісінде 20-дан астам кітаптары көп таралыммен басылған. Соның ішінде «Менің атым Қожа» атты хикаяты балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналды. Кітап орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылды. 1963 жылы Қазақ фильм студиясы осы кітап бойынша «Менің атым Қожа» атты фильм түсірді. Бұл фильм 1967 жылы Францияның Кани қаласында жастар мен балаларға арналған кинофильмдердің халықаралық фестивалінде арнайы сыйлыққа ие болды.
Менің атым Қожа хикаяты. Бұл хикаятта Қожа өзінің басынан өткен жайттарды баяндайды. Хикаятты оқымас бұрын біз де өз өмірімізде болған бір қызықты оқиғаны достарымызға айтып берейік. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» хикаятынан үзінді оқиық. Тірек сөздермен танысып алайық алдымен. Есім, дүкен, лагерге жолдама, қоңырау, бақа, педсовет, адам болатын бала. Өзім туралы. Менің атым. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қарандаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова Тәтейше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайды-ақ. Әттен қолдан келсе табанда өзгертіп, әдемі аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалын нешік? Сен қызылшақа болып жөргекте жатқанда, сондағы ақмақтығыңды пайдаланып, әке-шешен немесе шілдехана келіп дуылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Тыңжыртар деп ат қойған секілді, өзге қызу жұрт сол арада ду қостап, осы болсын баланың аты, осы болсын, мұнан жақсы атты дүниені шырқ айналсақ та таппаймыз дескен. Міне, сол күннен, сол мезеттен бастап, әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайына шапталғанда қалған. Енді одан көзін тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасан да мойнына іліп жүре бересің. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген сияқты шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Көріп отырсаңдар, пәлендей әйтік ат емес. Шынын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретіні тәрізді. Бетін келе, Қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Бұл құбылыстың дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып ешкімге айтып бере алмайды. Елдің көзі тимесін, көптің бірі болып жүре берсін деген оймен балаға не болса соны қоя салады. Екінші тапсырма. Шын аты Қожа берген. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Қожа бергенді Қара Қожа деп, ал Сүттібайдың үлкен баласын Сары Қожа деп атаған. Үшінші. Қожа өте тентек, кәрі әдепсіз бала болғанымен өте тапқыр және өзінің күнәсін мойындай алатын бала. Менің ойымша бұл тақырыпта Қожаның тапқырлығы туралы айтылған. Сонымен қатар Майқанова мен қалай танысу туралы баяндалған. Өзінің жетекшісімен қалай кездескені жайлы баяндалған. Мен үміт еткен қоңырау. Бірнеше күн өткеннен кейін оқу жылы басталды.
мәссаған, керек болса әнеугі маған дүкенде жекіретін көк көз келіншек тыпын-тыпын етіп қағаздарын қолтықтап біздің класқа кіріп келе жатыр. Қожекеңнің сол мезет қандай күйге түскенін көрсеңіз. Бірақ бойымды тез жиып ала қойдым да сыр бермеуге тырыстым. Мүмкін ол мені танымас деп ойладым. Жаңа оқытушы бізді оқу жылының басталуымен құттықтады. Өзін таныстырды. Сәбира Майқанова. Мен сендерге қазақ тілінен сабақ беремін және класс жетекшілерің боламын, деді. Соңғы сөзі Қожекеңді тағы бір сілкіп алды. Ал бәлем, сақтана бер дегендей болдым өзіме өзім. Майқанова бір-бірлеп тізім бойынша оқушылармен таныса бастады. Кезек маған келді. Қадыров, мен. Майқанова тесірейе қарап тұрып қалды. Біз екеуміз таныс шығармыз, деймін. Мен еріксіз жымиып күлдім. Мүмкін. Мен сенімен әлі сөйлесемін, дегендей Майқанова отыр, деді зілді дауыспен. Міне, осыдан кейін Майқанова маған қымс етсе қаһарын төгіп тұратын болды. Қанша рет қыс бойы директордың алдына сүйреп алып барды. Ақыры жыл аяғында тәртібіме де 4-тік баға қойып отыр. Осының бәрі мені әрине ашуландырады. Кешегі күні бойғы әрекеттен кейін тұяқ серппей қатып ұйықтап қалыппын. Әжем жұлқылап оятты. Қожатай, әкем-ау, сен бүгін сабағына бармаушы ма едің? Көзімді ашып алып қабырға сағатқа қарасам, 8-ге 15-ақ минут қалған екен. Атып түрегеліп тез киіндім де, беті қолымды шайып жіберіп, бір кесе айранды тікемнен тік тұрған күйде қотара салдым. Кеше титықтап келіп, сабақ қарауға мұршам болмап еді. Бүгін болатын пәндерді сумкама асығыс салып алдым да мектепке жүгірдім. Қоңырау соғылып кетіпті. Бірінші сабақ орыс тілі болатын. Анфиса Михайловна классқа жаңа кіріп барады екен. Тасырлатып жүгіріп келе жатқан мені көріп тоқтай қалды. Мұғалімдердің ішінде бұл өзі алтын адам. Былтыр біздің мектепке педучилищені бітіріп келген. Жазда барып институтқа сырттай оқуға түсіпті. Қадыров, немене ұйықтап қалғансың ба? Тоқта, галстугымды түзе. Омырауымды сипап таппаған галстугым сөйтсем иығыма шығып кеткен екен. Бұрын әкеп орнына қойдым да зып беріп классқа кірдім. Балалар дүр етіп түрегелді. Маған емес әрине, артымда келе жатқан оқытушыға құрмет көрсеткендері ғой, бірақ мен оны басқаша қабылдадым. Бір секундқа кідіріп, мұрнымды көкке шүйіріп, маңғаздана қалдым да, қолымды кеудеме қойып тәжім еттім. Бұным балалардың құрметіне сыпайыгершілікпен қайтарылған жауап болды да шықты. Балалар ду күліп жіберді. Анфиса Михайлованың қас-қабағын андамаққа артыма жалт бұрылып қарап едім, оның да күлімсіреген жүзін көрдім. Әй, Қадыров, шығармайтынын жоқ-ау, дегендей Анфиса Михайловна жымиып басын шайқап қойды. Адам жанын ол керемет түсінеді. Мақтағаным емес, кластағы орыс тілін тәуір біледі дейтін оқушының бірі менмін. Өткен жылдың барлық 90-ында да бұл пәннен ауызша, жазбаша, ылғи 5-тік бағалар алдым. Анфиса Михайловнаның мені тәуір көретіндігіне мүмкін бұл да себеп шығар. Сабақты түсіндіріп болғаннан кейін ол: ал балалар, Пушкиннің қысқы кешін жаттап келдіңдер ме? Деді. Жаттап келдік. Тәте, мен айтайыншы? Мен айтам. Анфиса Михайловна, менен сұраңыз, деген дауыстар бірін-бірі баса көктеп жамырап кетті. Сендер дәл осы сәттегі Қожекеңнің халін білсеңдер етті. Қысқы кешті жаттап келмек түгіл, мен ондай тапсырма берілген ұмытып та кеткен екем. Есіме мұғалім айтқанда ғана түсіп, бүйірімнің түп жағы қып ете қалды. Масқара, сұрай қалса масқара болдым-ау. Қазір тақтаға сені шақырса қайтесің? Сен не деп сылтау айтасың?
Сұлтан екеуміз балық аулап қарақшылық өмірдің қамын жасаумен болдық демекшімісің? Менің ендігі бар үміт арқаным қоңырау үні болды. Шіркін-ай, сол сыңғырлап қоя берсе жаным қалар еді-ау. Келесі жолы қысқы кешті қатырып жаттап келіп бірінші болып айтар едім. Әне мұғалімдер бөлмесінің есігі ашылғандай болды. Дәуде болса бұл шыққан кезекші әйел. Жұдырықтай ғана сүйкімді сары жез қоңырау соның қолында. Қазір сыңғырлап қоя береді. Жоқ, бұл шыққан кезекші емес көрінеді. Басқа біреу болды. Япыр-ай, 45 минут уақыт ендігі өтсе керек еді ғой. Бұл мұнша неғып созылып кетті? Әлде кезекші әйел тысқа шығып кетіп біреумен сөйлесіп тұрып қалды ма? Әне қоңырау. Жоқ, бұл арба екен өтіп бара жатқан. Жаным қылпылдап тырнағымның ұшына келді. Енді кімді шақырар екен? Қадыров. Төбемнен шатыр етіп жай түскендей болды. Не істерімді білмеген меңіреу халде орнымнан сүйретіліп түрегеле бердім. Маңдайымнан бұрқ етіп суық терім шығып кетті. Ох, шіркін-ай, адам өмірінде сипаттап айтуға тілін жетпейтін неше алуан бақытты минуттар бола береді-ау. Соның бірін мен дәл осы сәтте бастан кештім. Мен ләм деп үлгергенімше дәлізден қоңырау үні сыңғырлап қоя бергені. Ух, жарайды, отыр Қадыров, сенен басқа жол сұраймын, деді Анфиса Михайловна. Буынымнан әл кетіп орныма сылқ ете қалдым. Мәтін үзіндісіне байланысты берілген Қожаберген атты сөз жұмбақты шешейік. Қожа дүкеннен не сатып алам деп өтірік айтты. Бірінші, қант. Қожаны әжесі еркелетіп кім деп атайды? Қожатай. Анфиса Михайловна басын шайқап қойды. Жымиып басын шайқап қойды. Сәбира мұғалімнің тегі кім? Майқанова. Қожаға нешінші сыныптың оқылуы керек? 5-ші. Қожаның дүкенге киіп барған бас киімі? Кепка. Қожаның тегі кім? Қадыр. Қожа қисық таққан нәрсе? Галстук. Бір сыныпқа жауапты мұғалім жетекші. Аптаның 6-шы күні сенбі. Бақаның шуы. Келесі сабақта қайсын бақа ұстап әкелесіңдер? Деп сұрады зоология пәнінің мұғалімі Оспанов. Мен әкелем, дедім. Қадыров, сен әкелесің? Ұмытып кетпе бірақ. Ағай, неше бақа әкелейін? 1-2 әкелсен жетеді. Мен 1-2-дің орнына тіс парашогінен босаған қаңылтыр қобдишаға толтырып 5 бақа әкелдім. Оның біреуі ғана үлкендеу еді де, басқалары кішкентай ұсақ бақалар болатын. Бірінші сабақ қазақ тілі. Класқа Майқанова кірді де, класс журналы мен сумкасын менің алдыма үстел үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Қоңырау әлі бола қоймаған. Сол кезде сап етіп басыма бір қызық ой келе қалды. Кішкентай бақаның бірін Майқанованың сумкасына сүңгіттім де жібердім. Не болар екен? Қоңырау соғылды. Сабақ басталды. Тізім бойынша түйендеп болғаннан кейін Майқанова сумкасын ашып, қол орамалын суырып алды. Сол кезде кішкентай қара сұр бақа қол орамалмен қоса секіріп шығып, секемшіл мұғалімнің қолынан дәл үстіне қонбасы бар ма? Майқанованың шаңқ еткен даусы бірақ шығып үлгерді. Өңі құп-қу болып, сылқ етіп құлап бара жатыр. Майқанова содан сабаққа 2 күн бойына келмеді. Шошынып ауырып қалыпты. Жұмысқа бүгін ғана шығып отыр. Бүкіл мектепті даңғаза қылған бақа оқиғасының мән-жайы міне осындай. Педсовет жайлы. Мамам екеуміз мектепке педсоветке келе жатырмыз. Күздің салқын кеші тоңазыда ма әлде үрейленуден бе ішім ауырып қалтырап келеді. Мектептің алдында біреу шылым шегіп тұр. Мен оны көкшіл аспан айнасындағы келбетінен анадайдан таныдым. Ахметов. Галифе шалбар киген, жіңішке аяқтары сидиіп, шашы қақ жарыла желбіреп қаздиып тұр. Сізді күтіп отырмыз, деп мамамды қолтықтап дереу ішке әкетті. Маған өзіміз шақырамыз, осы арада күте тұр, деді.
саябаққа көтерілдім де сол арадағы тақтай орындықта тосып отырдым. Осы кезде үй пұшпағынан біреудің келе жатқан тысыры естілді. Тырп-тырп басқан аяқ дыбысына тық-тық қадалған таяқ үні қабаттасады. Көп замай аяқ пен таяқтың қожасы да көрінді. Мектеп күзетшісі Сәйбек қарт. Сәйбек кілт тоқтай қалып, шекарадағы сақшыдай қалт үн қатты. Бұл кім? Мен ғой ата. Менің кім? Мен қожамын. Мұнда не қып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы, жалақың көп болады. Сәйбек менің қасыма келіп отырды. Ай қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсан директор түгіл, одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. Осы кезде іштен Оспанов шықты. Қадыров, қайдасың? Деп дауыстады. Бар, әне шақырып жатыр. Әй сотанағым, директор кабинетіне осы мектепте бір оқушы ең көп бас сұқса, сол мен болар деймін. Майқанова талай сүйреп әкеп ендігәрі қой аузына шөп алмай жүруге талай рет уәдемді берген үйреншікті орын ғой. Бірақ бұл жолы мен мұнда шын мәнінде күйзеліп, тебіреніп кірдім де босағадағы суық голдан пешіне, галам пешіне сүйеніп тұрып қалдым. Төрде сарғыш шашы қақ айырыла желбіреп Ахметов отыр. Берірек кел, деді ол қолындағы автоқаламмен бөлменің ортасын нұсқап. Алдымда қақпан құрулы тұрғандай жыбырлап бір-екі аттадым. Екі жақ қабырғада тізіліп отырған мұғалімдердің барлық көзі жан-жағымнан найзағайдай түйреп қадалып барады. Әсіресе оң жақта директорға таман отырған Майқанованың сұсы қатал да сұрапыл көрініп кетті. Қадыров, сені біз мұнда не үшін шақырып отырмыз, білесің бе? Деді Ахметов. Білемін, дедім. Не үшін шақырып отырмыз? Тәртіпсіздігім үшін шақырып отырсыздар. 2-3 жерден мырс етіп күлген үндер естілді. Сені мектеп өмірі тойдырды ма? Бұдан былай оқығың келмей ме? Деп сұрады Ахметов. Жоқ, оқығым келеді. Ендеше неге қоймайсың тәртіпсіздікті? Ахметов неге деген сөзді бар даусымен шегелей айтып, үстелді үлкен ауыр алақанмен сарт етіп ұшып түрегелгенде мен ғана емес, бүкіл отырғандар түгел селк ете қалды. Қоямын енді, кешіріңіздер. Бұл нешінші, 100-ші рет уәде беруім бе? Деп киіп кетті Майқанова. Бұдан былай ешқашанда тәртіп бұзбаймын. Менің қазіргі талқыға салып отырған тәртіпсіздік қылықтарымның қай-қайсының да себебі бар еді. Қазды атқан мен емеспін, Сұлтан. Ал бақаны мен сумкаға Майқанова талып жығылып қалсын деп, оның соншалық шошымал адам екенін біліп салған жоқпын. Тіпті мұның ақыры не болады деп ойлап та жатпадым. Салғым келді, салдым. Осындай бір ақымақтық кейде ақылға мұрша бермей дедектетіп әкететіні бар. Істеп алып соңынан бармағымды тістейсің. Осының бәрі осылай бола тұрса да, мен өзімді ақтап бір ауыз сөз айтпадым. Ақталудың тіпті қисыны бар ма? Бәрін мойындадым, бар айтқаным. Кешіріңіздер, соңғы рет тағы бір кешірім жасап, сынап көріңіздер. Бұдан былай қарай тәртіпсіздік істейтін болсам, қандай жаза қолдансаңыздар да ризамын. Жоқ, Қадыров түзелмейді. Ол уәдесін бізге талай берген. Қадыровты оқудан шығару керек, деді Майқанова. Терезенің тұсында мектептің бағы бар. Шарбақтың көп кетігінің бірінен зып беріп осы баққа кірдім де бір теректің басына маймылша өрмелеп шығып алдым. Бұл арада мұғалімдер үйінде де не болып жатқаны сайрап көрінеді. Әне Ахметов сөйлеп тұр. Екі қолын кеңінен сермеп ара-тұра жұдырығымен үстелді ұрып та қояды. Басын біресе оңға, біресе солға бұрып сөйлейді. Егер мен оның желкесінен қарап отырмасам, не айтып жатқанын мүмкін
емеурінінен түсінген болар едім. Ахметов сөзін бітіріп отырды. Мамам түрегелді. Балажан байғұс анам мен үшін отқа да суға да түседі шырылдап. Оның қазіргі кейпі айналайындар, баламды оқудан шығара көрмеңдер, тағы бір жолға кешірім жасаңдар деп жалбарына сөйлеп тұрған тәрізді. Мен мамамды ғажап аяймын. Ойпырмай, неге мұндай тынымсыз сотанақ болып тудым? Темір секілді жер қозғалса да қозғалмайтын, маңқиып жайына жүретін момын болып неге тумадым? Майқанова сөз салды. Оның не айтатыны маған былай да белгілі. Қадыровты шығару керек мектептен. Мұндай бау-кеспе оңбағанға біздің тату коллективіміздің арасында орын болмауға тиіс. Отырғандардың бәрі күлді. Тісі жарқырап мамамда езу тартты. Неге күледі? Иығы селк-селк етіп Анфиса Михайловна басқалардан өзгеше мәз. Мысыққа ойын, тышқанға өлім деген осы да. Тағы да мамам тұрып басын изеп мақұлдап бірдеңе айтты. Шығарсандар шығарындар мектептен, кетсін қаңғып. Менің де жүйкемді жын етіп құртып бітті бұл оңбаған. Сөйлеушілердің не деп жатқанын мен өзімше осылай жорамалдаймын. Педсовет аяқталды. Жұрт тарай бастады. Мен ағаштан тезірек түсіп кетпекші болып едім. Бір бәтеңкем екі бұтақтың арасына кептеліп қалып шыға қойсыншы. Жұлқи тартып қалғанымда мәссаған табаны дыр етіп қақырып түсті. Мұғалімдердің алды тысқа шығып та үлгерді. Дымымды ішіме бүгіп теректің дініне жабысып қаттым да қалдым. Ахметов пен Майқанова оқшауланып бермен қарай бұрылды. Екеуі мен тұрған теректің тура түбінен өтіп бара жатыр. Қадыров түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Оты бар, деп қостады Ахметов. Екеуі бұлай ұзай беріп мен жөнінде тағы бірдеңелерді сөйлеп бара жатты. Бірақ мен анықтап ести алмадым. Әлгі естімегенімнің өзі қолқа жүрегімді соғып еткізгендей әсер қалдырды. Мен Майқанованы қас дұшпаным санап жүрсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтап бара жатқаны қалай? Ап-айқын тап осылай деді. Міне жұмбақ, педсовет немен тынды? Сабыр ет, оқушым, қазір айтып беремін. Педсоветтің тиянағы мынандай. Қадыров жөніндегі мәселе класс жиналысында қаралсын. Егер 6 класс оқушылары Қадыров қожаның бұдан былай ешқандай тәртіпсіздік істемеймін, түзелемін деген уәдесіне сеніп, дирекция алдында кепілдік беретін болса, онда Қадыров осы мектепте сынға қалдырылсын. Ал егер олар ондай кепілдік бермесе, Қадыров қожа осы аудандағы өзге мектептерінің біріне ауыстырылсын. Педсоветтің мен жөніндегі қаулысы осындай. Әжемнің әжімді маңдайынан шөп еткізіп бір сүйдім де жүгіріп тысқа шығып кеттім. Шіркін, бүгінгі кеш қандай әсем еді. Ай жарық, аспанның тұп-тұнық көк жібек шатыры бар жиһазын тағынып мөлдіреп тұр. Клуб жақтан гармонияны балалардың шуылдап ойнаған дауыстары естіледі. Бойыма керемет бір жігер оты лапылдап, солай қарай бет алдым. Ай нұрынан орнаған күміс көпір белдеулеп бет алдымда. Ауылдың дәл іргесінде өзен жатыр жарқырап. Мөп-мөлдір мына ғажап дүние. Ұшсамға деп қолтығымнан қанат бітіретін арман нысанасына қарай алып ұшатын тәрізді. Лаула жігер оты, самға қиял құсы, асығатыным да, аңсайтыным да ертеңгі болашағым. Сөз маржан, қаһар, араб сөзі. Бұл жерде ашу, ыза, айбар, сұс, суық жүз, тәжім, ізет қылды, басын иіп құрмет көрсетті деген мағынада. Қарақшы, бұл жерде ұры, жол торушы, жалпы бұл сөздің мағынасы өте көп. Пұшпақ, малдың аңның сирақ терісі. Бұл жерде ауыспалы мағынада шеті бөлігі дегенді білдіреді. Қақпан, аң аулап үшін темірден жасалған шалпалы құрал. Бұл жерде алдында кедергі деген мағынада қолданылып тұр. Шарбақ, әртүрлі нәрселерден ағаш темір жасаған қоршау.
Майқанова: біз екеуміз таныс шығармыз дейді. Себебі ол оны дүкенде әдепсіз қылығын байқап кездестірген. Қожа үшін екі нәрсені жазу қиын. Біріншісі қызға хат жазу. Себебі ол өте ұялшақ. Қожа: кешірші, Жанар тұрпайылық істерін. Күнә менде дейді. Себебі Жанар екеуі шашки ойнап жатты. Сосын Жанар ұтып қожаға мақтанады, ал қожа шыдай алмай Жанарды ренжітіп битереді. Қожаның педсоветтен кейін Майқанова туралы пікір өзгерді. Себебі ол қожаны жақтап тағы мүмкіндік беру керек екенін айтты. Түбінде адам болатын бала деді. Үлгілі болу үшін үй тапсырмасын дайындап, сабақта белсенді болып, байқау шараларға қатысу, тәртіпті, ұқыпты болу қажет. Қожа үлгілі болу үшін алдымен өтірік айтпай, тәртіпсіздігін қою керек. Құпия кеңестен кейін қожа өзгерді, өзіне уәде берді. Қожа адал, адамгершілігі жоғары, қайырымды, кішіпейіл, уәдеге берік, ақындығы да бар арасында. Ортақ, сыныптас үлгерімдері жақсы, екеуі де Жанарды жақсы көреді. Жантас екеуі. Жантас екі жүзді, мақтаншақ, қызғаншақ, көрсе қызар, қу, өтірікші. Жантас пен қожаны салыстыруға болады, себебі олар екеуі де бұзық, сотқар. Бірақ Жантас сотқарлығының көрсетпейді. Қожа тәртіпсіздігін көрсетіп түзелетініне уәде береді.